Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Біз сабақты аспан әлемінің құпиялары деп аталатын жаңа бөлімнен бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ерте дүниедегі халық астрономиясы. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау. Төл сөз бен төлеу сөздің қызметін білу. Сабақтың бағалау критерийлері. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсінеді. Ақпаратты анықтай алады. Төл сөз бен төлеу сөздің мағынасын біледі. Балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Аспан әлемі сені қызықтыра ма? Қандай жұлдыздарды білесіңдер? Сағат болмаған шақта адамдар уақытты қалай белгілеген? Ертеде бабаларымыз аспанға қарап, ауа райын қалай болжаған? Иә, дұрыс айтасыңдар. Аспан денелерін бақылау уақытты білу үшін қажет еді. Қыс қашан басталады? Наурыз мейрамы қашан болады? Егінді қашан жинау керек дегендей сұрақтарға жауап беру үшін қажет еді. Ал бұған сағат пен ұялы телефон жоқ заманда аспан денелерінің қозғалысы жауап бере алған. Оқушылар, біздің тақырыбымыздағы астрономия деген сөздің мағынасы мынандай екен. Астрономия термині көне грекше астрон, жұлдыз және номос, заң деген сөздердің бірігуінен шыққан. Астрономия ғарыштағы денелерді және денелер жүйелерін зерттейтін ғылым. Оқушылар, оқулықтағы 111 беттегі мәтінді оқып, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты ішіне сыртына әдісі арқылы орындаңдар. Мәтінді оқиық. Арғы ата-бабаларымыз аспан денелерін зерттеп, аса құнды еңбектер жазған. Орта Азияның ұлы астрономдары қатарына Әбу Насыр әл-Фарабиді, Әбу Райхан әл-Бируниді, Омар Хайямды, Мұхаммед Тарағай Ұлықбекті жатқызамыз. Әл-Фарабидің мол рухани қазынасының ішінде астрономияға қатысты еңбектері де көп. Ал әл-Бируни Орта Азияда жыл санаудың екі жүйесі болғанын анықтаған. Уақытты есептеу әдістері жыл мен ай, апта мен күн есептері туралы айтқан. Омар Хайям күнтізбені де дәл жасаған. Күнтізбедегі жыл басы 22 наурызға сәйкес келеді. Ұлықбектің үлкен ерлігі Самарқанда үлкен астрономиялық обсерватория салдырып, жұлдыздардың жаңа тізбесін жасауы. Осы мәтіндегі обсерватория сөзінің мағынасы балалар астрономиялық бақылау жүргізетін ғылыми мекеме дегенді білдіреді. Оқушылар, негізгі ақпарат және қосымша ақпаратты екі бағынға тауып жазайық. Өте жақсы балалар. Енді дұрыс жауабымен салыстырып көрейік. Негізгі ақпарат аспан денелері, Орта Азияның ұлы астрономдары. Қосымша ақпарат Әл-Фарабидің астрономияға қатысты еңбектері, әл-Бирунидің жыл санау жүйесі, Омар Хайям күнтізбесі, Ұлықбек ерлігі, Самарқанда астрономиялық обсерваториясы, жұлдыздардың жаңа тізбесі. Оқушылар, мәтіндегі ғұлама ғалым Әбу Насыр әл-Фараби жұлдыздар туралы ғылым трактатын жазған. Ал биыл 2020 жылы әлемнің екінші ұстазы атанған Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтілуде.
Балалар, бүгінгі сабақтағы грамматикалық тақырыбымыз төл сөз және төлеу сөз. Сөйлеуші тек өзі ғана сөйлей бермей, өз сөзінің ішінде басқа біреудің айтқанын, сөйлеген сөзін келтіреді. Біреудің сөзі екі түрлі жолмен беріледі. Бірінші, ешбір өзгеріссіз, дәл сол айтылған күйінде жеткізілуі төл сөз деп аталады. Мысалы, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, дейді Абай. Ақын Абайдың сөзі ешқандай өзгеріссіз берілген. Екінші, сөйлеуші тарапынан өзгеріске ұшырап, тек мазмұнын сақтап жеткізу төлеу сөз деп аталады. Мысалы, Абай 5 нәрседен қашық болып, 5 нәрсеге асық болу керектігін айтады. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, төл сөз жасаңдар. Төл сөзді төлеу сөз түрінде жазыңдар. Бірінші, үркер суға түссе, ауа райы болады, деді атасы. Екінші, күн қызыл шапаққа оранып батса, ертеңіне болады, деді атасы немересіне. Үшінші, су бетінде шабақ шоршып ойнаса, жауады, деп атасы болжауын айтты. Өте жақсы балалар, ал енді салыстырып көрейік. Үркер суға түссе, ауа райы жауынды болады, деді атасы. Төл сөз. Атасы үркер суға түссе, ауа райы жауынды болатынын айтты. Төлеу сөз. Күн қызыл шапаққа оранып батса, ертеңіне ыстық болады, деді атасы немересіне. Төл сөз. Атасы немересіне, егер күн қызыл шапаққа оранып батса, ертеңіне ыстық болатынын айтты. Төлеу сөз. Су бетінде шабақ шоршып ойнаса, жауын жауады, деп атасы болжауын айтты. Төл сөз. Атасы су бетіне шабақ шоршып ойнаса, жауын жауады деген болжамын айтты. Төлеу сөз. Келесі орындайтын жұмысымыз графикалық диктант. Мал жұтайды, өнер жұтамайды, деген Абай. Анасы қиындықтан қалай шығудың жолын білмейтіндігін айтты. Баламды сізге бірер сағатқа қалдырума бола ма? Деп сұрады Айман көршісінен. Түнімен осы суретті қалай да бітіруім керек, деп ойлады қарт суретші. Айман көршісінен баласын бірер сағатқа қалдыруға болатын болмайтынын сұрады. Осы сөйлемдер төл сөз бе, жоқ әлде төлеу сөз бе? Осыны сызба арқылы анықтап көрсетіңіздер. Ал балалар, орындап болсақ, өзімізді тексерейік. Мал жұтайды, өнер жұтамайды, деген Абай. Төл сөз. Анасы қиындықтан қалай шығудың жолын білмейтіндігін айтты. Төлеу сөз. Баламды сізге бірер сағатқа қалдырума бола ма? Деп сұрады Айман көршісінен. Төл сөз. Түнімен осы суретті қалай да бітіруім керек деп ойлады қарт суретші. Төл сөз. Айман көршісінен баласын бірер сағатқа қалдыруға болатын болмайтынын сұрады. Төлеу сөз. Оқушылар, бүгін сабақта ерте дүниедегі халық астрономиясымен таныстық. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтадық. Төл сөз және төлеу сөз туралы білдік. Төл сөз және төлеу сөзді қолдана білдік. Балалар, бүгін сабақта не қиын,
Не қызық, не құнды болды? Кері байланыс берейікші. Кері байланыс парағына сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса жазыңыздар. Үйге тапсырма. Ата-аналардың көмегімен немесе энциклопедияларды пайдаланып, ертедегі халықтық ұғымдағы тәулік мезгілдерін ретімен жазыңдар. Оларға түсінік беріңдер. Үлгі: ақшам қараңғы түсе бастаған кез. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.